Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге осындай керемет нәзік трайфл десертінің рецептін ұсынатын боламын. Ең бастысы қол жетімді рецепт. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік болып шығады. Жасалу жолы өте оңай және де дәмді шығары сөзсіз. Бізге қажетті ингредиенттер бар болғаны ұн, қопсытқыш, 3 жұмыртқа, сұйық май және де қант керек. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Миксерлесеңіздер де болады. Миксерлесек барынша уақытты үнемдейсіздер. Енді қантымызды қосамыз. Қантымыз әбден еруі керек. Енді бізге керегі сұйық май. Сұйық маймен бірге араластырып, ұнымызға қопсытқыш салып, ұнымызды аз-аздан қосамыз. Ұн көп болмауы керек, соған мән беріңіздер. Видеоның астында жазылып тұрған нұсқа бойынша ғана қосамыз. Тіпті бұл тестоға мак қосаңыздар да болады. Өте әдемі шығады. Кокосовый стружка қосаңыздар болады. Бірақ маған кокосовый стружка мен тесто ұнамайды. Сол себепті мен қоспадым. Осындай сұйық масса болу керек. Енді осы массамызды формамызға құямыз. Формамыздың диаметрі маңызды емес. Қызып тұрған пеште 190 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді бізге керегі кәдімгі қаймақ. Енді сол қаймағымызға сгущенка қосамыз. Қаймақ пен сгущенканы қосқан кезде тек қасықпен араластырамыз. Миксерлемейміз. Миксерлесек ол сұйық масса болып кетеді. Қаймағымыздың проценті 25%-дан төмен болмауы керек. Тестамыз пісті. Тестамызды енді осылай сақтаймыз. Үстіне банан қостым. Сіздер басқа да өсімдік түрлерін қоссаңыздар болады. Мысалға киви қоссаңыздар болады, немесе басқа да өсімдік түрлерін қоссаңыздар болады. Орех қоссаңыздар. Байқасаңыздар, крем өзінің массасын сақтап тұр, иә? Яғни 25% қаймақ алған кезде ғана ол осындай крем болып шығады. Кремді қосып болдық. Енді 15-20 минутқа холодильникке жібереміз. Ал енді ақ глазур мен сары май араластырып, және де үстіне сүт немесе сливке қосаңыздар болады. Кішігірім сүт құйып, оны газға буға қоямыз. Немесе микроволновкаға ертіп алсаңыздар болады. Холодильниктен шығарып, еріген шоколадымызды бетіне құямыз. Егер сізге ақ шоколад ұнамаса, сіздер қара шоколад қолдансаңыздар болады. Кәдімгі қара шоколадта, яғни плитка болады көбінде. Сол плитка шоколадқа май қосып, сүт қосып, газға қойып, оны да ертіп құйсақ болады бетіне. Бетін осылай ақ шоколадпен және де кокосовый стружкамен әсемдеп қойдым. Негізі өзіңіздің фантазияңызға байланысты әсемдей беруге болады. Және де кивиді видеодағыдай кесіп алып, әсемдеп қойсақ та өте әдемі шығады. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз ой-пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздермен бірге болған Айша тағам арнасы. Сау саламатта болыңыздар.